Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін бізде нәтиже сабақ. Ең алдымен кім жылдам ойынын ойнайық. Адасқан әріптерден сөздер құрастырып көр. Жауабыңды тексер. Кітап, қалам, пенал, тақта, оқушы, бор, дәптер, күнделік сөздері жасырынған екен. Жарайсыңдар. Үндестік заңы сөз ішінде немесе сөз аралығында қатар келген дыбыстар мен буындардың бір-біріне ықпал етіп, бірінің екіншісіне бейімделіп тұруына негізделеді. Қазақ тілінде дыбыстардың бір-біріне ықпалы үш түрлі болады. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Осы ережені есіңде сақта. Мәтінмен жұмыс. Менімен бірге мәтінді бірге оқып көр. Көне түркі тілінде чаран, арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы қолмен қойғандай тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы каньондардан да асып түседі. Сұрақтарға жауап бер. Мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? Ол қай қалада орналасқан? Мәтінде Шарын өзені мен шатқал туралы айтылған. Ол Алматы облысында орналасқан екен. Жарайсыңдар. Сендердің жауаптарың дұрыс деген ойдамын. Келесі кезекте шығармашылық жұмыс. Өзің тұратын жерге саяхат картасын әзірлеп көр. Саяхат картасын әзірлеу барысында саяхатқа қай жерге баратыныңды, неліктен ол жерді таңдағаныңды, ол жерге қай кезде барған қолайлы екенін, және де бұл саяхат саған несімен есте қалатыны жайлы әңгімеле. Бүгінгі сабаққа келесі ойларды аяқтап, кері байланыс берейік. Бүгін сен нені білдің? Саған не қиындық тудырды? Сенің қолынан қай тапсырманы орындау келді, және де сен бүгінгі сабақта нені үйрендің? Сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.